Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен үй жағдайында өте дәмді донер жасап үйренеміз. Ең алдымен бізге лаваш, картоп, кетчуп және майонез, тауықтың төс еті, сыр, қияр және қызанақ қажет. Ең алдымен тауықтың төс етін маринадтауға дәл осылай етімізді тіліп дайындап аламыз. Кесіп алған етімізге осылай тұз, бұрыш, паприка және қалауларыңызбен түрлі дәмдеушілер қосып маринадтап 5-10 минутқа қалдырамыз. Тауығымыз маринадталғанша жуып тазалаған картопымызды осылай теркадан өткізіп дайындап аламыз. Картопты осылай немесе картофель фрейді алып қолдансаңыздар болады. Тауығымыз маринадталған соң дәл осылай пергамент қағаздың үстіне салып аламыз және де 20-25 минут уақытқа 220 градуста пешімізге салып пісіріп аламыз. Қызып тұрған майымызға картопымызды осылай жақсылап қызартып қуырамыз. Картопты видеодағыдай жақсылап қызартып қуырыңыздар. Оны тек қана донерге емес, сонымен қатар салатқа қоссаңыздар да болады. Енді қияр мен қызанағымызды турауға кірісеміз. Ең алдымен қиярымызды осылай ұзынша етіп кесіп, соломка етіп тураймыз. Қызанағымызды жуып алған соң осылай тазалап, бірнеше тіліктерге бөліп, қиярымыз секілді ұзынша етіп турап шығамыз. Туралған қызанағымызды осылай тарелкеге салып дайындап қоямыз. Тауығымыз пісіп дайын болды. Тауықты пештен шығарып, суытып аламыз. Қалауларыңыз бойынша донерге сыр қоссаңыздар да болады. Сыр мен донеріміз өте дәмді болып шығады. Видеодағыдай сырды осылай ұзынша біркелкі етіп тураймыз. Ендігі кезекте соусымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге кетчуп және майонез қажет. Екеуін біріктіріп бір ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Соусымызды осылай дайындап алған соң, суыған етімізді турауға кірісеміз. Етімізді дәл қызанақ пен қияр секілді жіңішке ұзын етіп турап аламыз. Керекті заттарымыздың бәрін турап алған соң, лавашқа соусымызды жағып, ең алдымен қиярды, одан соң тауық етін, қызанақты саламыз. Оның үстіне соусымызды біраз мөлшерде қосамыз. Оның үстіне картофель пай және де қалауларыңыз бойынша сыр немесе ашты болғанын қаласаңыздар халапеньо қоссаңыздар болады. Барлық затты салған соң донерімізді жақсылап ораймыз. Біздің донеріміз дайын, ол өте дәмді болып шықты. Сіздер де үйлеріңізде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Видео және рецепт ұнаған болса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.